Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздерге зебра рулетінің рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп тамашалаңыздар. Рулетке кететін барлық ингредиенттерді видеоның описаниесіне толығымен қалдырамын. 5 жұмыртқаның ақ уызынан сары уызын ажыратып аламыз. Рулеттің құрамы өте қарапайым. Барлық ингредиенттерді дүкеннен таба аласыздар. Сары уыздың ақ уызға араласып кетпеуін мұқият қадағалаңыздар. Әйтпесе біздің массамыз көтерілмей қалуы мүмкін. Ақ уыздың үстіне бір шымшым тұзымызды саламыз да миксердің көмегімен араластыруды бастаймыз. Алғашқы көбіктер пайда бола бастаған кезде қантты ақырындап қосып бастаймыз. Бізге өте тығыз масса қажет. Осындай тығыз масса болғанға дейін миксерлеуді тоқтатпаймыз. Ең төменгі жылдамдығынан бастаймыз және жылдамдықты арттыра береміз. Белок өзінің көлемін ұстайтындай болған кезде сары уызды ақ уызға ақырындап қоса бастаймыз. Біртіндеп қосып миксерлейміз және миксердің бұл кезде жылдамдығын сәл төмендетіп, орташа жылдамдықпен миксерлесеңіздер болады. Видеодан көріп отырғандарыңыздай, біздің жұмыртқамыздың массасы өзінің көлемін 2-3 есеге дейін ұлғайтты. Енді осы массаға електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Бұл жерде біз ешқандай қопсытқыш қоспаймыз. Сондықтан да жұмыртқаның жақсылап миксерленуіне баса назар аударыңыздар. Массамызды басып алмай, күрекшенің көмегімен астынан үстіне қарай араластырамыз. Дайын болған қамырымызды екіге бөліп аламыз. Бірінші жартысына електен өткізілген какаоны қосамыз. Какао қосылған массамызды да күрекшенің көмегімен астынан үстіне қарай араластырамыз. Какао толық араласқаннан кейін масса қоюлана бастайды. Сол кезде 2 қасық сүт қосамыз. Дайын болған 2 массамызды кондитерлік қапқа 2 бөлек құйып аламыз. Видеодан көріп отырғандарыңызда противенге пергамент қағазын төсеп отырып, 2 қамырымызды кезекпен кезек құйып шығамыз. Бес-алты минутта 180 градуста рулетіміз толығымен пісіп дайын болады. Пісіп дайын болған рулетті пергамент қағазынан ажыратамыз. Пергамент қағазынан рулетті толық ажыратқаннан кейін рулетті кері қарай аударамыз, яғни рулетті лицевой жағынан ыстық күйінде орап тастаймыз. Енді рулетке крем дайындаймыз. Бұл заварной крем. Сүттің үстіне бірден қантымызды және кукурузный крахмалды қосып жақсылап араластырып аламыз және орташа отқа қоямыз. Тоқтамай үздіксіз араластырамыз, өйткені асты күйіп кетуі мүмкін. Алғашқы қайнаудың белгілері біліне бастаған кезде оттан аламыз. Бөлме температурасында толығымен суытамыз. Бөлме температурасында тұрған 82,5% сары майымызды жақсылап миксердің көмегімен араластырамыз және де суыған заварной массамызды осы сары майдың үстіне ақырындап құйып бастаймыз. Крем қоюланып дайын болған кезде миксерлеуді тоқтатамыз. Дайын болған кремді рулетке біркелкі етіп жағып шығамыз. Спатуланың көмегімен жақсаңыздар
крем біркелкі жағылып шығады және рулетімізді қайтадан ораймыз. Рулетті пищевая пленкаға орап, кем дегенде 2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Рулет менде толығымен дайын болды. Өте ұзын болғандықтан 2-ге бөліп қойдым. Егер рецепт ұнап жатса, құрметті менің оқырмандарым, онда каналға тіркеліңіздер және лайк басыңыздар, кез келген комментарий қалдырыңыздар.